Қайырлы күн достар, әр апта сайын менің каналымда жаңа рецепттер шығады. Жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп алыңыз. Ал бүгін сіздермен швейцарский меренга немесе безе деп аталады, осы десертті жасайтын боламыз. Меренга ойдағыдай шығу үшін ыдысымыз сулы, ылғалды болмау қажет, сол үшін сүртіп алыңыз. Ыдысымызға 100 грамм жұмыртқан ақ уысын саламыз, оның үстіне 170 грамм құмшекер саламыз. Қайнап тұрған суға ыдысымызды қоямыз. Ыдыстың түбі суға тимеу қажет. Осылайынан қасықпен құмшекер ерігенше араластыру қажет. Құмшекеріміз еріді, бірден басқа ыдысқа аударамыз. Сөйтіп 7-10 минут аралығында миксермен көтерілгенше араластыру қажет. Сонда осындай 3 есе көтерілген қою масса шығады. Сөйтіп оның үстіне 30 грамм сахарная пудра салып, тағы да 1 минут араластыру қажет. Меренганың дайын болғанын осылайынан білеміз, яғни қасықты алып көтереміз, сонда ол жабысып ағып кетпейді. Меренганы осылайынан екі ыдысқа бөліп алып, розовый және оранжевый түстерге бояйтын боламын. Қолдарыңызда бояғыш түстер болмаса, ақ түсті етіп қалдыра салсаңыздар болады. Ал менің бұл түстерге бояуым себебі алдыда менің қызымның туған күні келе жатыр, яғни торт дайындаймын, соған осы түрлі түсті меренгамен әрлейтін боламын. Бұл торттың қалай жасалынатынын, қалай әрленетінін көргіңіз келсе, каналға тіркеліп алыңыз. Достар, сіздермен бір лайфхакпен бөліскім келіп отыр. Дайын болған меренгамызды бірденен кондитерский қапқа салмай, осылайынан пищевой пленкамызға салып, видеода көрсетілгендей жасап көріңіздер. Сонда екі түс бір-бірімен араласып кетпей, бір келкі әдемі болып шығатын болады. Духовканың ыдысына міндетті түрде пергамент төсеп алыңыз. Сөйтіп осылайынан әртүрлі кондитерский насадкалармен әртүрлі формада неше түрлі етіп безендіріп осылайынан жағып шығамыз. Меренганы духовкада 70 градуста 1,5 немесе 2 сағат кептіретін боламыз. Дайын болған меренганы қалай білеміз? Ол пергаменттен оңай алынады және екіге бөлген кезде ортасы кебу болу қажет.